Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз қазақ тілі сабағы 66-шы сабақ антоним дегеніміз не тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта сіздер антоним сөздерді ажырата алып, сондай-ақ сөйлеуде қолданатын боласыздар. Олай болса 5-ші жаттығуға назар салайық. Өлеңді оқы. 2 қол. Қол жуғыштың қасына келе қалды балақан. Ысқылады асыға, алақанды алақан. Ысқылады асыға оң қолменен сол қолын. Ысқылады асыға сол қолымен оң қолын. Қарап еді сосын ол тап-таза деп қуанды. Қандай жақсы 2 қол бірін-бірі жуады. Өлең не туралы екенін айт. Өлеңдегі оң, сол сөздердің айтылуымен білдіретін мағынасы бойынша салыстыр. Бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жақын ба, әлде қарама-қарсы ма? Олай болса, міне 5-ші жаттығуға берілген тапсырмаларды бірге орындайық. Өлең 2 қол туралы, яғни біз оны тақырыптан да білсек болады. Өлеңде оң және сол қол деп, оң қол және сол қолымызды айтып тұр. Бұл жерде оң және сол деген бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Келесі 6-шы жаттығуға назар салайық. Мақал-мәтелдерді көшіріп жаз. Озған мұрат, қалған ұят. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Осы жерден мақалдардың мағынасын түсіндіріп, мағынасына қарама-қарсы сөздерді табуымыз керек. Бұл жерде бір-біріне қарама-қарсы сөздер озған, қалған, дұшпан, дос сөздері. Бүгінгі тақырыптың негізгі ережесіне назар салайық. Тілімізде мағынасы қарама-қарсы сөздер кездеседі. Мысалы, ақ, қара, арзан, қымбат. Яғни мұндай сөздерді антоним сөздер деп атайды екенбіз. Келесі 7-ші жаттығу антоним сөздерді бір-бірімен сәйкестендір. Сәйкестендіру бойынша ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, ерте, кеш, терең, таяз. Мына ережеге назар салайық. Антонимдер мақал-мәтелдерде де жиі қолданылады. Мысалы, көз қорқақ, қол батыр. Ең тәтті тіл, ең ащы да тіл. Келесі бізде 8-ші жаттығу, соңғы жаттығу. Бос торгөздерге олардың тұсындағы сөздің мағынасына қарама-қарсы сөздерді тауып жаз. Ескі, жаңа, жақсы, жаман, жарық, қараңғы. Достар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.